ал құтты болсын, той менен думандарың, бақытты болсын, жақын мен туғандарың, халықты жинап, куәгер болдық көріп, той иелері, елдерің туғандарың, шайқалсын елге, әнменен жырларымыз, ақтарылсыншы, тілек пен сырларымыз, асабаларың, жалайыр деген елден, талды қорғаннан, Алишер ұлдарыңыз, таңданып тамсанайық, беймелебен салайық, тойларың тойға ұласып, жаһанға жар салайық, шақырып той егесін, ортаға қошеметпенен, қане бәріміз бірге қарсы алайық. Қайырлы кеш жарық құрметті ханымдар мен мырзалар. Көптен күткен қуанышымызға қош келдіңіздер. Жігітті сәлемінен тану десе, дәл осы тойдың басында біздің де ыстық сәлемімізді қабыл алыңыздар. Сөздің басы бисмилля, бисмилля сіз іс қылма десе. Бисмилля сыйынайын тәңіргемен, құлының шындығасы қабыл деген. Ассалаумағалейкум ағайын жұрт, барлығыңды туғанымдай тәуір көрем. Бүгін міне тойымыздың күні жетті, қол алысар, дос жарам бауырыменен, ағайын тойларыңыз құтты болсын, жақсы сөз, жанға шипадар өдеген, той жасау, жақсылық нышаны ғой, жаманат жоламасын жауыргеден, шын бақыт, жасыңменен кәріңменен, қауышып хәл сырасып қалу дәрем, дәл қазір екі қолым босамай тұр, қол алысып шығарем бәріңменен. Ассалаумағалейкум ағайын, қош келдіңіздер. Бүгін бір Алланың қалауымен, жақсылықтың жалауымен, татулық деп туалдырып, таңды атырып, кешті батырып, даладай дастархан жайып, баладай ақ көңілін патша мейірім көрсетіп, аңызда айтып жүретін, шежіреде шертіп жүретін, тарихымызда таңба болып қалатын қуаныштың бірі бірегейі. Кереметте сырты сәулетті, хан сарайындай болған, атағы әлемге әйгілі болған Марат Палас мейрамханасының төрінде, шымыр елінде, ақ түйенің қарны оңынан жарылған ұлыстың ұлы күні. Дәл осы мейрамханамыздың төрінде алталаштың басы қосылмаса да, алыс жақынан келген ағайының басы қосылған әдемі бір мерекемізбен тұспа-тұс келіп жатқан дүбірлі тойымыздың куәсіміз. Ендеше қадірлі көпшілік, ең әуелі бүгінгі келіп жеткен осы қазақ елінің, қазақ жұртының ұлы жеңісіне 80 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Елім заман, жұртымыз тыныш болсын, мереке құтты болсын ағайын. Және де осы 80 жылдығымызға орай қадірлі көпшілік, жеңіс гүлдей анамыздың, ақжаулықты әжеміздің 80 жас мерейлі мерекесі. 80-ге жеткенде бар, жетпегенде бар. Жеткендеріміз аса берсін, жетпегендер жете берсін деп тілегімізді тойдың басында төтесіне тарқатып білдіргенді жөн санадық. Ендеше қадірлі көпшілік, ақжаулықты анамыз деп, бүгінгі анамызға дүркіреген, думанды той жасап жатқан, ағайының басын қосып жатқан, төрт бірдей ұлықты ұлымен бір ғана кереметте қылықты қызына құрметімізді көрсетіп, осындағы нағыз той иелеріне шапалақтан шашы өт қойсаңыздар артық етпес. Ал енді қадірлі көпшілік, қуаныш деп қадам басып, жақсылық деп жан-жақтан жарысып жатырмыз. Осы тойымыздың төрінен табылу үшін, соқтанда қадірлі көпшілік алыстан 6 жасар бала келсе, 60-ға қарияның өзі орнынан тұрып сәлем береді деген. Сол себепті дәл осы қазақи қанатты қағидалы сөзге лайықты істің сіздермен біздер куәсі болайық. Бір сәткеде ұмыт болып паңдығымыз, орнымыздан тұрайық ағайын барлығымыз. Үлкен буын, кіші буын, тіземізден тік тұрайық, құрметімізбен үрметімізді танытайық. Біз қашан осы елдің ортасына келіп, тіземізден тік тұрып, тәтті тілегін тыңдаймыз деген тағатсыздана күтіп тұрған той иелерін осы сәтте шақырғанды жөн санадым. Қадірлі ағайын, жалпы жаңада айттым, 80-ге жеткенде бар, жетпегенде бар деп. Алла қаласа, кім қуанса бұл тойға дәл осыны той көрсініп, тілегімізді білдіріп, бар ыстығы ықыласымызды қос алақаннан құрметіміз бен қошеметімізді көрсетейік. Осыны той сіздерге де жұғысты болсын. Жеңіскүл апамыз күнде 80-ге келіп жатқан жоқ. Сондықтан да ағайын, өзіміз бір дайындалып алайық шақырмастан бұрын. Жеңіскүл апамызды қандай қошемет құрметпен қарсы аламыз ағайын.
Тамаша, дәл осындай ыстық ықыластарыңызды, қошемет құрметтеріңізді аямай, түлкіге құмай салғандай қиқумен, қошеметпен, ықыласпен қарсы алайық. Сахнада Жеңіскүл апамыз немерелерімен, шөберлерімен. Келіңіз апа. Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас, маған бәрі сын. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көрініп, арамыздан ұзамашы бөлініп. Көңіліңе қаяу түссе шырылдайдай жүрегім, жаным Рахмет. егіліп. Ағай, мінеге Жеңіскүл әжеміз немерелерін тойына ертіп, шөбелерін шертіп жатыр. Дегенменде осы апамыздан өмірге келген ұрпақтың да кереметті құрметін, қолдауын, әрине құттықтауын қабыл алыңыздар. Ендеше апамыздың ұлдары, мінеге 4 бірдей ұлдары мен қыздардың тамаша гүл шоқтары. Қабыл алыңыздар, құтты болсын. Анамызды төрге шығып құттықтайық. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Рахмет. Жеңіскүл апа, қош келдіңіз. Тойыңыз құтты болсын. Құшағыңыз дәл осыны гүлге толсын, өміріңіз нұрға толсын, көңіліңіз жырға толсын. Айналаңызда қоршаған ұл қыздарыңыз, келіндеріңіз, күйеу балаларыңыз, және де осындай немере шөберелеріңіз аман болсын. Немереден шөбере сүйдіңіз, шөбереден шөпшек сүйді, Алла сізге нәсіп қылсын. Ғасыр жасауыңызға шын жүректен тілектеспіз. Ендеше дәл осы сәтті пайдаланып, бір естелікке суретке түсе қойсаңыздар. Қыздары, кішкентай ғана. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана, күндей жарық көздеріңіз, ана. Ай, рахмет. Мәні шөберлердің де құттықтауын тамашалап отырмыз. Енді дәл осыны әдемі әулет, мәуелі бәйтерек болған, тамырын тереңге жайған отбасы, жақсылап бір естелікке суретке түсіп қойсаңыздар. Түгелдей мына төрімізден табылайық, аман болыңыздар. Анамыз 100 жасасын ағайын. Рахмет. Енді апамызды төрге шығарып жайғастырсақ рұқсат, қалған ұлдары мен қыздары, келіндері мен күйеу балалары келген қонақтарыңызға қызметтеріңізді көрсетіп күтіп ала берсеңіздер болады. Ендеше қадірлі көпшілік, дәл осы оңтайлы сәттің орайын пайдаланып, бүгінгі келіп жатқан ағайынға Марат Палас мейрамханасының атымен затына сай кереметті әдемі дәмі тіл үйретін кереметті тағамымызда дайын екен. Ендеше Марат Палас деген тамаша брендовый асымызды қарсы алыңыздар.
Рахмет. Қадірлі көпшілік, ардақты ағайын, мінеге бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері Ақжаулықты әжеміз төрімізге де келіп жетті. Ендеше қуанышымызды бастау рұқсат етсеңіздер, біздің халық кез келген іс шараны, той думанды жақсылықты әрқашан батаменен бастаған. Ендеше дәл осы тойымыздың түндігін ашатын, ақ батасын бүгінгі тойымызда шашу етіп шашатын Бегімхан атамыз бен Мейраш атамыз бар болса келіңіз, күтіп отыр жиналған еліңіз, тойымызда ашық деп жариялап беріңіз. Ауылға да сүгірау келді деп, ордасын талаяу сайлаған, ақсамаурын сарғыманы, өйкен дастарханау жайнаған. Ағалары мен дау аман бол, келді мәді бөй жыршыда, жеңгелерімдей бар еді оу, бұтадай көздер ау жайнаған. Талшыптай ауралған, маржандай Рахмет. Ал, ассалаумағалейкум аталар, қош келдіңіздер. Қуанышты құтты болсын, той қаласын. Бүгінгі тойымыздың түндігін ашу салтанаты мәртебесі сіздердің құзырларыңызға бұйырған екен. Ендеше ең әуелі Алланы ауызға алып, бисмилля деп білек көтеріп, әумин деп бет сипайтын бата беру өздеріңізден. Және де бүгінгі тойымызбен тұспа-тұс келіп жатқан жеңістің 80 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, той құтты болсын, бата беріп қойыңыздар. Бата береміз бе? Ал енді мынау 80 жасқа құдағиым толып атқаннан кейін мен өзім 87-демін. 80-ге толды дегеннен кейін жан тінім қалмай жалпылдап, жаңа келдім мен де сол Сарсудан. Құдайым жарылқа да жанды қыл, есіркеде малды қыл, таман жұрттың алды қыл, не сұрасан қабыл қыл. Құдайдың құлы қыл, Мұхаммедтің үмбеті қыл. 80-ге келген жасыңызға үйіңшіңіз тола бала болсын, өрсің тола мал болсын. Дендері сау болсын, ылғи жақсылық болсын, той болсын. Осы 80 жастың жасына 20 жас қосып 100-ге келіңіз. Ылғи жақсылық үйлеріңізде, ылғи той думан бола берсін. Қымбатты тойға келген қалайық. Барлықтарыңызға общий сәлем. Қош келдіңіздер. Мен біріншіден Отан соғысының 80 жыл тойына, жеңісіне сіздерді құттықтаймын. Аман есен болыңыздар. Соғыс болмасын. Екіншіден, мен өз атымнан, Жұмахан інімнің атынан сіздерге көптен көп рахметімді, алғысымды айтқым келеді. Уақыттарыңызды бөліп, менің ең жақсы көретін жеңешем жеңістің 80 жасқа келген тойына келгендеріңізге мен көптен көп рахметімді айтамын. Сіздердің ұлдарыңыз әкесін, шешесін, атасын, апасын осындай тойын жасай берсін. Сіздер бала өсіріп жассыздар, қыздар өсіріп жассыздар. Солардың қуанышын, қызығын көре беріңіздер. Жастарыңызға жас қосыла берсін, бастарыңызға бас қосыла берсін. Аман есен болыңыздар, бай болыңыздар. Жанұяларыңызда құт береке болсын әр уақытта. Елімізде тыныштық болсын. Халқымыз аман есен болсын. Ынтымағы зор. Әділетті Қазақстан жасай берсін. Бай берсін, көгере берсін, нығая берсін. Коррупция азайсын. Туымыз жоғары жақта желбіреп тұра берсін. Бисмилла рахмани рахим. Аса мейірімді, ерекше қайырымды, жаратушы Алла барлығымызды қолдап жүр. Оған шүкіршілік жасайық, ырзашылығымызды білдірейік. Бүгін менің інім Жұмахан анасының 80 жасқа толғы тойын жасап жатыр. Айналайын Жұмахан, тойың құтты болсын, той-тойға ұласа берсін. Жеңеше жасыңызға жас қосылсын.
еш уақытта кәртеймеңіз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Сіздің еңбегіңіз зор. Сонша балаларды тәрбиелеп, өсіріп, уақытында біраз қиналдыңыз. Оны жасыратын ешнәрсе жоқ. Мен айтайын дегенім, Ден Победа күні нәресте дүниеге келді. Оның атын әке шешесі Жеңіс деп қойыпты. Сол Жеңіс атыңызбен сіз Алла берсе 80 жасқа келдіңіздер. Мынау той жасалып жатыр. Сіз мынау балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, жаңа бәрін көрдік. Соны қуанышын, қызығын көре беріңіз. Балаларыңызға көп уақытында еңбек еттіңіз. Оқыттыңыз, білім бердіңіздер, бөлік шығардыңыздар, үйлендіңіздер. Соның бәрі сіздің еңбегіңіз. Сіздің соны балаларыңыз қазір тойын жасап беріп жатыр. Менің айтайын дегенім, жақсы адамның жақсылығын осындай қуанышта айтуымыз керек. Мен енем Жұмақан ауылға Тамда үлесін, қазіргі Қойгелді ауылына өзінің таза еңбегінен тапқан табысынан мешіт оқып берді халыққа. Оны біз айтуымыз керек. Көп жастар білмейді оны. Примерно 100 адамдық расчеті. Оның открытысында мен өзім болдым. Облыстан, районнан адамдар болды. Өте жақсы өтті. Оның атасының атына Тәңкібай мешіт деп ат қойды. Қазір қасынан асхана соғылып жатыр. Тағы өз қаржысынан жастарға спортивный площадке жасап берді. Спортивный мероприятие сол жерде өтеді. Тағы бір айтатын жағдай, как областной маслихаттың депутаты сол Тамда үлесіне 4-5 көшені асфальттап берді. Ол оңай тіршілік емес. Сол Жұмақанның еңбегінің арқасы, авторитетінің арқасында областной акиматтан ақшаны выделеткізіп жолды салып берді. Ол оңай тіршілік емес. Қазір халық өте ырза. Свет жанып тұр, жол тап-таза. Қасиетті Қотырбұлақ родниктен су келіп жатыр. Тап-таза стандартқа сай. Халықтың жағдайы жақсы Тамда ауылында. Кім еңбек етіп жатыр, сол байып жатыр. Мен жастарға қарап отырмын, бір 50-60% жастар. Жастарға айтатын ақ ниетім, ақ тілегім бар. Көріткі соны айтып шығайын, тыңдаңыздар. Айналайын жастар, келешекте Қазақстанды кім басқарады? Вопрос. Вот сіздер бастайсыздар. Сендердің ұрпақтарың, балаларың, немерелерің, шөбелерің басқарады. Соларды оқытыңдар, білім алыңдар. Кімнің білімі бар, оқуы бар, солар ел басқарады. Бізде, сіздер жақсы білесіздер, 20 миллионнан аса халықтың 70% қазақтар. Қазақтың саны аз, қазақтың санын көбейтіңдер. Бізде байлық деген өте көп. Сол байлықты игеру керек, өндеу керек, сату керек. Қазақстан байыса, оның жастарда бар халықта байыды. Сіздер халқың үшін, елің үшін жұмыс істеп жатсыңдар, айналайындар. Жұмыстарың табысты болсын, жемісті болсын, күндерің сәтті болсын. Түн жүресіңдер, күн жүресіңдер, самолетпен ұшасыңдар. Жолдарың әр уақытта ашық болсын. Ақ жол тілеймін. Жақсы күндер алда бола берсін. Құдіретті, күшті, жаратушы Алла барлықтарыңызды әр уақытта қолдап жүрсін. Тойды ашық деп мен жариялаймын. Қош сау болыңыздар, аман есен болыңыздар. Мына сіздерге арнайы дайындаған тағамды жақсылап алып, тойды ойда қалатындай өткізейік. Рахмет сіздерге. Рахмет көке. Бата тілегіңіз қабыл болсын, аман болыңыз. Қуаныш құтты болсын. Енді қуаныш иелерінің атынан иықтарыңызға кереметтей шапанымызды жауып жатыр. Өздеріңізге бұйырсын, үстілеріңізде толсын, қуаныш құтты болсын. Енді бір естелікке сүркетсе қойыңыздар. Кәнеге. Қазағым тойла, 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 әрқашан күліп ойна, ойна, ойна. Жаңа жылдар қайда, қайда, қайда.
суретке түсейік. Тойла, тойла, қазағым. Тойла, 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 әрқашан күліп ойна, ойна, ойна. Рахмет. Бата тілектеріңіз қабыл болсын. Төрге шығайық. Төрлетіңіздер, жайғасып қойыңыздар. Аман болыңыздар. Қолыңа ту алсыншы. Құрметті ағайын, мінеге тойымыздың түндігі ашылды. Ақбадасы баршаңызға шашу болып шашылды. Алып отырыңыздар, алдарыңызға жайылған 90 түрлі керемет жылы жұмыса қасылды. Бүгін біз үшін, жалпы мұсылман халқы үшін 3 кереметті мереке. Бүгінгі біріншісі төрімізде отырған Жеңіскүл апамыздың мерекесі болса, ал екіншісі 80 жылдық жеңістің күні, сонымен қатар қасиетті күндердің сұлтаны жұма. Бүгінгі күнде айтып жатқан тілектеріңіздің барлығы лайым қабыл болсын, қуаныш құтты болсын ардақтаған. Ендеше ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әуезді әуелген әнде болсын, сіздер үшін ән салатын, барша халықтың бір қалмай тамсанатын, осы Тараз қаласының филармониясының әуезді әнші қызы сахнада Гүлназ қыздарыңыз. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Той қаласын. Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Қазақтың әр шаңырағында осындай үлкен дүбірлеген той жұғысты болсын. Ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесі құтты болсын. Мына сіздердің құрметтеріңізге қазақтың халық әні «Саған халқымайды» орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Жігіттей жер қылады көт алмаған, дегенін естен кетпес қайран елім. Бұл ғалам нашарлармен біт алмаған. Хей, саған халқымын, әнімді айтып ай, жүрмін шалқыбай. Хей, саған халқымын, Қазақтың шаңырағынан той кетпесін. Кіміздер бостан босқа жоқ таспаннан, күншілдер доспен досқа от тастаған. Үстіне қоқым қоқыс исең дағым, қашанда шын алтынды тот баспаған. Хей, саған халқыма Елімізде тек қана тыныштық заман болсын. Хей, саған халқым-ай, мен әнімді айтып ай, жүрмін шалқыбай. Хей, саған халқым-ай, мен әнімді айтып ай, жүрмін шалқыбай. Жүрмін шалқыбай. Көп-көп рахмет, көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі әніміз тек сіздер үшін жұп болсын. Ескі әндердің бірі сүйгендер. Әнімді арнадым бір саған жан жарым.
Рахмет, Гүлназ қыздарыңыз болатын. Және де бір хабарландыру, ардақты ағайын, номері 136-шы Kia автокөлік иесі бар болса, сыртқа шығыңызды сұранамыз, көлігіңіз кедергі болып тұр екен, сондықтан да сыртқа шықсаңыз үлкен өтініш. Және де қадірлі көпшілік, ағынды суарнасын, жақсы сөз жалғасын табатын болса, жақсы сөз жарымырыс деген қазақи қанатты қағидалы сөзді бүгінгі тойымызда ту етіп алып келіп отырған құрметті үлкендеріміз, аға жеңгелер, әпке жезделер, жиендер, жалпы нар тұлғалы нағашылар. Есімдеріңізді келген елге есірдіп, аттарыңызды келген ағайынға атап түстеріңізді түстесем, той екенін білдіріп сахна төріне, асаба алаңына билеп келіңіздер. Бекзада әпкеміз бастаған, Бегімхан атамыз қоштаған, Шәбденбек жездеміз, Бегайым, Ермек Жанна, Сапар Күпан, Аманғали, Нағима, Жұмакүл, Айнагүл, Есім, Зілиха, Тыныбек, Сәуле, Марат, Зере, Ерлан, Гүлбала, Нұржан, Гаухар, Біржан, Марал, Сера, Гүлжан, Али, Ақжан, Асылған Сабира, Нұржан, Сандуғаш, Талғат, Құрманай, Мадияр, Бақыт, Бекзат, Аян, Айдар, Марина, және де Жақсыбек атамыз, Сырғакүл апамыз, Назип апкеміз, Гүлнар, Гүлбану, Шакислам, Гүлжамал, Болат, Гүлжан, Алтай, Мадина, Берік, Айнұр, Айгүл, Аралбек, Құралай, Мәкен, Марат, Гүлнұр өсімді аттары аталған құрметті барлық нағашы, аға жеңгелер, әпке жезделер, жиендер қауымы. Билеп! Келіңіздер. Екеуміз бір арқалап арман жүгін, ортақ шаттық күтеміз алдан бүгін. Самал болып сипайман маңдайыңнан, оятарда тербетіп таңдар күлін. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлы тана көзден. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Жұлдыздар да аспанда тарап тұрмай, бір-бірінен қуантып жанатындай. Жаным күнім әйтеуір сенсіз менің, қайырылып қанатым қалатындай. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлы тана көзден. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Ал, ассалаумағалейкум аталарға амандық саулық тіледім. Ақжаулықты алтын құрсақты апаларымызға қош келдіңіздер, қуанышты құтты болсын, той қаласын. Мінеге тілегіміздің төрін толықтай толтырдық, дегенменде төрден төмен түсіп, тілектің төріне табылып жатырмыз, тәтті тілекті төтесіне тарқатайық. Ендеше бәріміз сөйлесек, таң атып кеш батыр түрі бар, сол себепті мен сіздерге қысқа сөйле деп айта алмаймын, ондай құқығым жоқ. Сондықтан да аңсаған армандағы жақсылық кешімізді төрдегі Жеңіскүл апамызға деген тамаша жылы ниеттеріңізді білдіруге рұқсат. Үлкендерімізден жол қайсысы, жөн қайсысы. Апамыздан ба? Алқа топты негізі ер баласы бастап жүруші еді, көкейлерін бастасын, апаларымыз қоштасын. Болады ғой апа, я? Ер адам бастасын негізі. Келіңіз көке. Той құтты болсын. Нағашыма бұл кісі, келіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау тойға келген қалайық жақсылар. Мынау тараздық азаматтар, азаматшалар, апалар, аталары бар, жастар. Мынау менің бүгінгі күні ақ түйенің қарны жарылып, үлкен мереке қуанышқа кенеліп отырмыз. Ол менің бауырым, Ұлы Отан соғысының 45 жылдығында қанын, жанын қиып дүниеге кетірген Сыпабек ағамның қызы Жеңіскүл апаларының 80 жастық тойын тойлап отырсыңдар. Осы 80 жас құтты болсын. Мына балаларының, қыздарының, келіндерінің, немерелерінің арқасында осы
үлкен жарқыраған мынау кафеде тойланып отыр. Ол балалардың арқасы, Құдайдың арқасы, денсаулық. Бұл жеңіс талай қиыншылықты көрді. Құдай беріп әйтеуір екі қарияның етегін ұстап, екі-үш ол қыз беріп, олар бағып, қағып өсірді, еркелетіп өсірді бұлайша. Келіндері де бәрі. Алған шалдары да мен сырттай біліп жүрдім, естіп. Рахмет, мына келген қалайық ниеттерің таудай болсын, талаптарың бірге болсын. Сендер де жастар келген қауым адамдар мына жеңістің жасына жетіп, сендер де өбірлі-шөбірлі балалы шағалы болып өсе беріңдер. Не деймін, айта берсе сөз көп, ең жақсысы аман болайық, халқымыз аман болсын, еліміз бірлікті, еңбекті, табысты, жеңісті бола берсін. Сендердің де ұл қыздарың осы жеңіс апаның жолдарын қуып өсе берсін. Келіндерің де осы жеңістің келіндеріндей, балаларындай мәпелеп, тәрбиелеп, анасын осындай дәрежеге жеткізе берсін. Мен бұл жеңістен 1,5 жас кіші 1946 жылы Ағыста келген, 1-ші Ағыста. Мен де 80-ге кеп қалдым, о деймін 79-да шығарым. Менде де немере шөбере бар, Құдайдіке, 14 немере, 5 шөберем бар. Ал енді, не деймін, аман болыңдар, бақуат болыңдар. Үлкен, бұл Қазақстан үлкен дәрежеге жетеді әлі, жете берсін. Қазақстан көркейіп өсіп өне берсе, сіздер де осы Әулиетаның, Тараздың жерін басып жүрген, басқа жақта қаладан келген, Қазақстанда жүрген азаматтар ұлғайып өсе береді. Бақытты болыңдар, аман болыңдар, осындай қуаныш әр семьяда, әр шаңырақта, әр отбасында бола берсін. Сауатты, білікті, жемісті, жеңісті болып, ұлдарың, ер жүректі, қыздарың инабатты өсе берсін. Аман болыңдар, осындай дәрежеге жете беріңдер. Рахмет аға, тілегіңіз, батаңыз қал болсын. Әрмен қарай апамыз жалғай кетіңіз. Құрметті тойға жиналған көпшілік, келген қадамдарымызға гүл бітсін. Жұмахан, айналайын, Ләззат екеуің анаңды сыйлап, осындай үлкен той жасап жатсың. Рахмет, жасың ұзақ болсын. Жеңіс Алланың берген 80-ге 80 демейін. Алланың берген жасын жасасын. Ол жас болса да жолы үлкен. Ағаның келіншек еді. Мен одан 10 жас үлкенмін. Алла тағала саған Мырзағұл атаның жас, Бекзат апаның жас бере берсін. Біздің жасымызды берсін. Жеңісім Алланың берген бала шағасын қызығын көрсін. Отбасының берекесі болсын. Ортасында кәдімгі жап-жас болып бүйтіп деп жүре берсін. Ой, молодец! Ай, рахмет, аба. Аман болыңыз. Келіңіздер, көге. Қымбатты тойға келген көпшілік, айналайын, жеңісем. Сіз батыр анасыз, бақытты анасыз. 9 май жеңіс күні дүниеге келген адам, ол тегін адам емес. Жасыңызға жас қосыла берсін. Ұл қыздарыңыз, немере шөберелеріңіз қызығын көре беріңіз. Арамызда өлең айтып, шапқылап жүре беріңіз. Аман сау болыңыз. Рахмет, келіңіз. Айналайын, әпке тайым, жеңіс әпке,
Жаным, әпкетайым, асылдың сынығы, тектінің ұрпағы әпкетайым. Мына рахмет на ұлдарыңызға, келіндеріңізге, қызыңызға, немере, шөбере, осы қыздар, күйеу балаларға бәріне рахмет. Жаным, басшысы боп Жұмаханым, төлбасы, әпкетайымның төлбасы Жұмаханым. Мұраттарың асыл болсын, жүздерің жарық, мәртебелерің биік болсын. Айналайын, Алланың нұры жаусын сендерге, тек жақсылық болсын. Осы тойларың тойға ұласа берсін, әр күндерің осындай болсын. Әр қайсыңның, әпкетайымның немере шөберелеріңде шаңырақтары шаттыққа толып, осы ақ тілектің бәрі қабыл болып, ақ көңіл ғой әпкетайым, жарқыраған осы тілектің бәрі қабыл болсын. Жайнаңдар, өсіңдер, өніңдер, біз тілеушіміз ғой. Жаным, жандерім, аман болыңдар. Келіп отырған бәрлік қонақтар, рахмет сіздерге. Бәріңізге Алланың нұры жаусын. Бүгінгі мереке құтты болсын, жеңіс күні. Осындай жеңіс, осындай той әр шаңырақта бола берсін. Жаным, әпкетайым, тойларыңыз тойға ұласын, құтты болсын. Рахмет, әпке, тілегіңіз қабыл болсын. Үлкендерімізден қайсысы ағамыз ба? Келіңіз. Ал не дейміз? Жұмахан, тойларың құтты болсын, аба тойыңыз құтты болсын. Я не дейміз, мен аба үйінде 5 жыл институт оқығам, не дейміз, бақытты болсын. Ана балдарының, немерлерін, шөбелерін қызықтан көре берсін. Жұмахан, саған өте рахмет, молодец. Осындай той сеп отқан анаңа. Тойға тойласын, апа. Мен бір-екі ауыз сөйлейін. Соны Түркістан шаһарынан келіп отырмыз. Специально сіздің тойыңызға, жасыңызға жас қосып, құда қалса 100-ге жетіңіз. Бұндай тойды ана-мына адам істей алмайды. Жаңғыз Жұмахан істеген жоқ бұл тойды. Ағайындары, інілері, бауырлары бәрі ортадан ұйымдасып істеп отқан той. Құда қаласа мынау өздері кетсе де көзі кетпейді дейді ғой. Құда қаласа мынау біздің аналарымыз, әкелеріміз кетсе де, мынау балашаға, Жұмахан, мынау одан кейін інілері бәріміз аралас-құрлас болып жатырмыз. Құда қаласа енді осындай жиында бәріміз кездесе берейік. Тек қана жақсылық болсын, жаным. Апа, туғаныңыз құтты болсын, әрі әпшемсіз, деніңіз сау болсын, немере, шөбере, одан ары жете беріңіз. Жасыңыз ұзақ болсын, әдемі қартаюды Аллам нәсіп етсін. Бала шағаларыңызға рахмет, осындай той жасап беріп жатқан. Алтын жүзігім бар, қазір тағам. Ал енді ағайындар, бауырлар, туысқандар, бүгін мінекей үлкен жеңгеміздің үлкен жасқа келіп тойлап жатырмыз бәріміз. Бәріміз аман болайық. Әр уақытта деніміз сау болсын. Жасыңызға жас қоссын, басыңызға бас қосылсын. Аман есен болып, Алла тағаланың берген жасын жасай беріңіз. Мына балаларыңызға көптен көп рахмет. Жұмахан бастаған, тағы басқалары бастаған барлығы осындай сізге үлкен той жасап бергеніне рахмет деңіз балаңызға. Талай адамдар жүріп жатыр бұл дүниеде. Бұндай той жасап жатқан ешкім жоқ. 80 келіп той жасау деген ол өте қуанышты, өте жақсы жағдай. Ал енді қазір міне 80-ге келдіңіз. 9 май күні баяғы Советтер одағы кезінде бұл нағыз мейрамет. Қазір өзіміздің егемендік алғаннан кейін 7 майға айырбастап жіберіп, 9 майды ұмытып баратырмыз жылдан жылға. Ал енді бақытты болыңыз. Осы балаларыңыздың ортасында аман есен шапқылап жүре беріңіз. Ешқандай ауру сырқау пайда болмасын сізге. Ал енді ағайындар, барлықтарыңызға көп рахмет. Мынау біздің жеңгемізге келіп, тойына қатысып жатқандарыңызға Алла тағала барлықтарыңызға денсаулық берсін.
Bala şağaları aman bolsun, şaqpılap jüre versin. Al endi meni hajaykama bereyin, toştu. Todan keyin hajaykam özü. Akbam, mına begay söylesin. Sosun, özü bilet ne aytatın bu kişi. Birge tuğup, birge ösken sizler avuldarınızda, kişkentayından. Avulda mına 7 yaşarında kelgen değil koy. So sebepten akesi var bunun bilet Mirzaqıldı bilesizler koy. Mirzaqıldı bilsеңіздер сол айтат қазір. Ал давай. Құрметті тойшыл қауым, бүгін керемет міне Ақтүйенің қарны жарылып, менің алтын жеңгем Жеңіс туған күнін тойлап жатыр. Айналайын рахмет бауырларым. Мынау Жұмақан бастаған, Әбілхан, Жақан, Мереке. Ниеттеріңе жетіңдер. Мына шешелерің одан да көп жасай берсін, жасына жас қосыла берсін. Тойларың тойға оласын, тойдан Алла кенде қылмасын. Осы балаларыңыздың, шөбереңіздің, немереңіздің, неменеңіздің қызықшылығын көріп, ортасында ойнап күліп жүре беріңіз. Еш уақытта ауырмаңыз. Деніңіз сау болсын. Қай кісі келіңіз. Құрметті Жеңіс апа, туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын, 100-ге толыңыз. Құттықтаймыз бүгінгі туған күніңізбен. Бала шағаларыңызды қызығын көре беріңіз. Ойнап күліп арамызда жүре беріңіз. Рахмет, есім ағаларымыз мінге осында. Қай кісі келіңіз. Ал құрметті қалайық. Жеше бүгінгі 80 жасыңыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасап, ұлыстың ұлы күні, жеңіс күні туған екенсіз. Туған күніңіз құтты болып, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Ескіден келетін сөз бар. 10 бала тапсаң да, 10 баланың ішінде біреуі атқа жалын тартып мініп, ел қауымын ойлайтын азамат болады. Сондай азаматтың бірі мынау Жұмақан бауырым айналайын. Осы бауырым мынау бүкіл Шымыр әулетінде, бүкіл елдің бірегейі, ел азаматы, елдің халықтың қалаулысы, елдің елеулісі болып отыр. Осы азамат өсіп, осы бауырымыздың әр уақытта енді мәслихат емес, мәжіліс депутаты болып, мәртебеңізді көтере беруіне тілектеспіз. Еңбегің жана берсін айналайын. Халықтың қалаулысы, елдің елеулісі бол. Жалғыз Тамырда емес, жаңа көкем айтқады. Сен бүкіл облыстағы, бүкіл Шымыр елдің бәрі сені жақсы біледі айналайын. Жүрген жерің бәрі береке, әр уақытта ісің сәтті болып, ырысты болып, берекелі, үлкен халықтың азаматы болып өсе берейін. Жеше, мына туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Бақытты болыңыз. Мынау ұзағынан жасай беріңіз. Алла қаласа, сіздің 90 жас, 100 жас тойыңызды тойлауды бәрімізге нәсіп етсін осы тойда отырғандарға. Сол жақсылықта бас қоса берейік. Мынау бала шағаның, немеренің, шөберенің, болашақта немененің қызықтарын көре беріңіз деген тілек айтқым келеді. Мынау ұрпағымыз өсе берсін, көбейе берсін. Солардың қызығына тоймай жүре беріңіз жеше. Сіз кезінде Мұнаш атаммен бас қосқан кезде мен кішкентай ғана бала едім. Есіңізде шығар. Талай сіздің қолыңыздан тамақ жеп едік, шай ішіп едік. Талай сізге еркелеп едік. Міне сол кезде кім ойлаған осындай жасқа келеміз деп, осындай зәулім сарайда той жасаймыз, сол қуаныштың ортасында жүреміз деп кім ойлаған. Міне 80 жыл бұрын миллиондаған совет халқы қуанып той жасап жатқан кезде жеңістің қуанышына. Сіз де дүниеге кепсіз. Сіздің де қуанышыңыз сондай көп болсын. Әрқашанда тек қуанышқа бөленіп жүре беріңіз. Әрқашанда мына ұрпағыңыз үлкен жеңістерге жете берсін. Үлкен биік асуларды ала берсін. Алла қаласа сол бейбіт заманда үлкен биіктерге жете берсін дейміз. Мынау Жұмақан бауырым қаяқта. Ал сенен ден сау болсын, еңбегің жемісті болсын, еңбегің көп.
Алла тағала тіл көзден сақтасын. Әрқашанда осындай табысты, жемісті, берекелі, қызықты өмір сүре берген. Көп жаса. Әрқашанда халықтың елеулі, ұлы азаматы болып жүре берген. Рахмет. Келіңіз ағаларымыз. Ал Жеңіс әпке, бүгінгі 80 жасы толған күніңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын, 100 жасаңыз. Әрқашанда осындай әдемі болып, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мына жерде ағамыз. Ал көпшілік, мына бүгінгі жиналып отқан тойларымыз құтты болсын. Тойға ұласын. Мына алтын жеңешемнің бүгін туған күні 80-ге толып, бір жасап жатқан кезі бар мына. Айналайын алтын жеңеше, сізге тек қана денсаулық тілеймін. 100-ге келіңіз. Мына алдағы, мына келатқан осы сізге тек қана жақсылық тілеймін. Мына немере шөбірі, шөпшек, немені сүйе беріңіз. Соған жеткізсін Құдай. Тек қана денсаулық тілеймін сіздерге. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Аманшылық болсын. Тойда келсек. Рахмет. Енді апамыздың мінеге бір туған сіңілдері. Келіңіздер. Қай кісіден бастаймыз? Келіңіздер. Армысыздар көпшілік қауым. Мына той құтты болсын. Апамыз 80-нің тағы 2-3-еуін жасай берсін. Деніңіз сау болсын. Осы өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығына тоймай, ортасында қартаймай, гүлдей жайнап, құлпырып жүре беріңіз. Сіздің жасыңызды, жолыңызды бере берсін. Рахмет мынау тойға келген көпшілік қауымға. Біздің әкеміз Жақсыбектен тараған ұл қыздардың атынан алтын жүзік апамызға тағып қойдық. Рахмет. Тамаша. Кезекті алтын жүзігіміз кімге? Келіңіздер, мархабат, апке той құтты болсын. Ал апке, бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз, сыйлаймыз, 100-ге жетіңіз. Көпшіліктің айтқан тілектеріне қосыламын. Айтып жатыр ғой, Жұмақан бастаған отряд деп. Рахмет осылай, сізді Құда қаласа 100-ге келген тойыңызға келейік, Құда қаласа. Рахмет, келесі, келіңіз апке. Қосылам дейді, қосылатын той емес бүгін, тілек айтатын той, келіңіз. Жеңше, мен сіздің қызыңыз ғой өшім. Мен кішкентай кезімдегі түскен етін, қуыршақ бірге ойнайтымыз, жешемді жас болатын ол кезде. Қуыршақ істеп беретін андай нелерден, таяқтардан, басын кәдімгідей талай наныңызды жеп, тамағыңды жеп, сіздің міне енді 80 келіңіз, бала шағаға рахмет, бауырларыма рахмет, сіңліме бәрі той жасап беріп отыр. Немере көп, шөбере көріп отыр. Өте бақытты анасыз. Бақытты бола беріңіз, жасай беріңіз. Еш оқта картемеңіз. Мен сізді бүгін жүгіріп жүріп билейді деп ойлаймын. Шаршамаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Келесі, қайсысы? Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Той құтты болсын. Әкпе, жасыңызға жас қосылып, әрдайым ортамызда аман есен жүре беріңіз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Деніңіз сау болсын. Жиендер, рахмет міне, осындай үлкен той жасап атқандарыңызға. Той жұғысты болсын бәрімізге. Ассалаумағалейкум, мынау тойға жиналған көпшілік қауым. Міне бүгін Құдай қаласа, Алла қаласа бүгін бір сәтті күн болып тұр. Мына бүгінгі Жеңіс апамыздың үлкен тойын жасап. Апа, айналайын апа, тойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Алла тағаланың берген осындай ұл қыздарымен, осындай жекжат Құда жекжаттарыңызбен әрқашанда тойда жүріңіз. Қуанып осындай жүзіңізден күлкі етпесін. Сіздің орныңыз бөлек, әрине. Анамыздай болғансыз, анамыздың жақсы көретін абысынысыз. Деніңіз сау болсын. Алла тағала сізге жақсы өмір берсін. Алла тағала бәрімізге осы күнді сіздей 80 жаста жұғысты қылсын. Той боласын. Апасына Айсұлтан деген баласы тақпа.
Әже, сізді құттықтаймыз 80 жаспен мерейлі. 5 перзентіңіз ұрпағымен қолтығыңыздан демейлі. Өміріңіз өнегелі. Өз қасиетті анасыз. 100 жасаңыз жеңіс әже, ұрпақ үшін дарасыз. Ай, тамаша, мінеге. Немерелері, шөберлері, керемети, өлең шумақ жолдарын ұсынып жолдап жатыр. Мың алғыс, тілектеріңіз қал болсын. Алып қосарымыз бар ма тағы да? Жәке, Жұмаханаға. Болды ма? Бір ауыздан қосыламыз деп жатыр екен. Ендеше мына ауызша айтқан тілектен іштей тынып айтқан тілек қабылдайды. Алла қаласы болса, Жеңіскүл әжеміздің сіздерде жасына жете беріңіздер. Сіздерге де өсіріп жатқан ұрпақтарыңыз, ұл қыздарыңыз дәл осындай мерейлі мереке той жасап бере берсін. Ендеше қолдан келсе Жеңіскүл апамызды ортаға алып рестелікке сүрке түсіп алайық. Нағашыларымыз, аға жеңгелер, әпке жезделер, жиендер қауымы кәнеге той құтты болсын. Сүрке түсіп алайық, кәс. Сүрке түсіп алайық бірінші. Берем ата, сүрке түсіп алыңыздар. Рахмет. Ата, алып қосарыңыз бар ма? Айналайын балалар, келіндер Жеңістің тәрбиелеп өсірген мына апаларың жасай берсін. 80-нен селт етпей асып келесің. 100-ден 100 өт, 20-дан 100 өт, 120-дан. Тағы да мақсатыңа жет. Балалар да, келіндер де ойлаған арманына жете берсін. Сендей бола берсін бәрі бауырыма. Рахмет. Тілек айтсын ағамыз берік ортамызға келіп, осы тілегіміздің төріне еніп. Мархабат. Ал апа, денсаулығыңыз мықты болсын, 80 жасыңыз құтты болсын. Тойға келген қауым көпшілік, сіздерге көп рахмет. Апамыз 100-ге жасасын. Әмин, рахмет. Әмин, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Төрлетіңіздер, жайғасып қойыңыздар. Мына Жеңіскүл әжемізге қарап ардақты ағайын таңданып, тамсанып қарауға да болады. Тіл көзіміз тәй-тәй тасқа, өйткені 80-ге келіп, мінеге еш нәрсеге таяққа да сүйенбей, өз аяқ қолмен жүріп тұрғанға не жетсін. Оның барлығы бір Алланың берген нығмет деп білеміз. Ендеше қуаныш құтты болсын, тойымыз той қыласын. Енді қадірлі көпшілік, дәл осы әжеміздің құрметіне апа ортадан кетпесін, апамыз ортадан кетпесін. Осы апамыздың құрметіне және де қадірлі көпшілік ортада бала шағаның барлығын өздеріңіз алып отырсаңыздар, от шашуымыз болады, біреудің денсаулығына зақым келіп жүрмесін, алдын ала ескертіп жатқан жайымыз бар. Ендеше қадірлі көпшілік ортамызда бір әдемі сәт, керемет көріністің куәсі болайық. Ақжаулықты Ақсамайлы әжем деп ән салатын ортамызда немерелері Айару есімді қыздарыңыз бен Назерке есімді қыздарыңыздың тамаша әніне куә болыңыздар. Керемети әжесіне деген арнауы болсын. Әжесіне деген тамаша ән шашу, қос қаншайым немерлеріне. Сөздеріңді сенің құлағыма қойып келем. Асыл әжем мәнім ақылың дара, салған жолың сара, сол жолыңмен жүріп келем. Көбелекте гүлден гүл аңсаған, бақытымды бірден бір аңсаған әжем. Балғын бала сезім арналады бұл әнім саған. Асыл әжем, сәл көрмесем сағынамын. Асыл әжем,
әжем панам, ойлан деп балам, оянсын деп санам, ақылыңды айта берді. Не бір қызық қымбат, ертегі жұмбақ, тарихымды тыңдап, мен өмірге қайта келдім. Батыр екен өткен бабаларым, сенің де бақытты балаларың, әжем. Балғын бала сезім, арналады саған бұл әнім. Асыл әжем, сәл көрмесем сағынамын. Асыл әжем, шырақ боп жағыламын. Жетелеген арманға сенен ыстық жан бар ма? Біз ортаға барайық әжемізді. Қошемет, құрмет көрсетейік ағайын. Жеңіскүл апамның тойы құтты болсын. Асыл әжем, сәл көрмесем сағынамын. Асыл әжем, шырақ боп жағыламын. Жетелеген арманға сенен ыстық жан бар ма? Асыл әжем, сәл көрмесем сағынамын. Асыл әжем, шырақ боп жағыламын. Жетелеген арманға сенен ыстық жан бар ма? Айару мен Назеркеге қол соқ қойыңыздар ағайын. Рахмет, әжеміздің ғұмыр жас ұзақ болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, аман есен ойнап күліп жүре беріңіз. Жаңа тілекке шыққан әпкелеріміз айтып жатыр, билеп, әйтеуір ойнап күліп жүре берсін деп. Алла сол күнге жеткізсін. Енді қадірлі көпшілік, ардақты ағайын, бұл тойымыздың тек қана әндерінің бастамасы деп білеміз. Әлі талай осы немерелерінің, ол қыздардың дайындаған тамаша әндері бар. Өздеріңіз куә болыңыздар, қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Ендеше ағайымның ортаға шыға салып сайрап, үсті басы жайнап, сөзге жалғап, бүгінгі тойдың тізгінін ұстаған асаба ұлдарыңызбен де таныс біліс болыңыздар. Байқасам, мен де сіздерге бөтен емес елдемін, бөтен емес жердемін, құрметті көпшілік. Бүгінгі тойымыз тапқандай жарасымын, ешкімнің жоқ қой текке таласымын. Тойымыз тойға ұласын ағайындар, әр қазақ менің тау дарашыңым. Өзімді сіздерге толығырақ таныстырып өтейінші, үлкенге ізет, ал кішінің ағасымын. Туған жерім тұғырым, Жетісу облысы, қаласы Талдықорған, жатқан жері Үштөбе бабасының. Есімімді сұрасаңыздар әлшері болам, әкем Діл Мұхаммедтің мәпелген баласымын. Руымды сұрасаңыздар кезінде той, жақсылық. Бүгінде дәл осындай егемен елді басқарған президенттің немересі Жалайырмын, нағашым Шымыр бар асылым. Халқыма қызмет қылам әрқашанда, ағарғанша көзімдегі қарашығым. Жалайыр деген ел болам, Шымыр еліне жиен болам. Бүгінде қасиетті Құлан өңірі, Қызыл Шаруа ауылы, Бектеміс еліне күйеу болам ағайын. Ал енді, құрметті көпшілік, мінеге бізбенде таныс болдыңыздар, енді біз кешімізді жалғастырайық. Тамаша тағы да бір тілегіміздің алаңынан түбі көрсет табылатын құрметті қонақтарымыз. Сөйлегенше сөзіңе өзің қожа, сөйлегенсің өзіңе сөзің қожа десе, сөздеріне де қожа болып келіп отырған құрметті біздің қадірлі құдаларымыз бен құдағиларымыз, құдашалар қауымы. Аттарыңызды, ата бесімдеріңізді естірте кетейін, мұқият зер салып тыңдаңыздар. Мираш атамыз бастаған, Тұрсынкүл апамыз қоштаған,
Бердібек құдамыз бен Раушан құдағиымыз, Әуес Дариға, Бақыт, Әзімхан, Бибі Фатима, Сәбит Гүлшат, Нүсіпжан Рыскүл, Мұса Анаркүл, Үміткүл, Мейірхан Фатима, Гүлзира Нұрсұлу, Бәтес Қойшыбай Фатима, Ғабит Ажар, Қабылбек Сәуле Айткүл есімді, Қуаныш Жазира, Нұрмахан Құралай, Сабира Әбдімітәліп, Айгерім Әбдіманап Минура, Еркебұлан Ақсәуле Дамир Лаура есімді аттары аталған құрметті құдағилар ортаға билеп. Көп көрем сені отырыстардан, көп отырардай өкініш бар ма? Тотығыз құсап түрлене берме, түспейме тотығыз торға. Тәттімен ауаттан дәмін татпасам тағаттанбадым, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмадым. Тәттімен ауаттан дәмін татпасам тағаттанбадым, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмадым. Кешіреді түспейсің есіме дейін. Мен саған бірақ ғашықпын жаным, осы айдың бесіне дейін. Ой, тәттімен ауаттан дәмін татпасам тағаттанбадым, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмадым. Тәттімен ауаттан дәмін татпасам тағаттанбадым, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмадым. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, құрметті құдалар, кеш қонақтары. Қуаныш құтты болсын. Бүгінгі тойымыздың төрінде кезекті тілегіміз ақтару салтанаты өздеріңізге бұйырған екен. Енді көргені жақсы көш бастаса, осы көштің үлкендері құдаларымыз бастасын, құдағиларымыз қоштасын, нұр үстіне нұр болсын. Той құтты болсын. Рахмет. Құрметті құдағи, сіздің атыңыздан өте жақсы мыңдаған ниеттер білдіріп. Сол ниетке біз де қосыламыз. Жасыңызға жас қосып, ортамыздан 90-ы бар, 100-і бар жүре беріңіз. Рахмет. Бүгінгі күн үлкен мереке, сонау біз үшін жан қиған бабаларыма, аталарыма, жегжат жұраттарыма, қайынаталарыма, ағаларыма мың сәлем берем. О дүниеде жатып, сол кісілердің арқасында біз бүгін үлкен той жасап жатырмыз. Айналайын құдағи апа десем де болады. Мынау 4 ұлыңыз, 4 құбылаңыз түгел сізге той жасап беріп жатыр. Тойлары тойға ұлассын. Жемістері, еңбектері жемісті болсын. Әрқайсы өздерінің ол қыздардың рәтін көріп, сізге қалай той жасаса, сол 4 ұлдың балалары сол сияқ 80-ге, балаларының 80-ге келіп бала шағасы осына үлкен той жасасын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мынау той құтты болсын. Ал жеңіс құдағи, мынау тойыңыз құтты болсын, 80 жасыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қоса берсін. Осындай бала шағаларыңыздың алдында, немерелеріңіздің алдында шақпылап ойнап күліп жүре беріңіз. Тойшыл қауымына той құтты болсын. Әрқашан жасыңыз 100-ге келе берсін, сіздің тойыңызды жасыңыз тойлап жүре берейік. Рахмет, тілек қабыл болсын. Апа, келіңіз, өзіңізден бір ауыз ақ тілек. Құрметті мың жылдық құдалар, бүгінгі мына тойларыңыз құтты болсын. Мына біздің құдағиымыз 1945 жылы 9 май күні туылған екен. Сол атына сайғып, атын Жеңіскүл деп қойған екен. Құтты болсын, дені сау болсын, балалары азамат болсын. Сол немере шөберенің ортасында бұл кісі ойнап күліп жүре берсін деп жақсы ниетін бар айналайын. Құдағиым бақытты болыңыз. Жұмахан Құдабалаға айтар бір тілегім бар. Тат қыздың тек бұл өмірдің балғаймағын анаңызға. Ол қыз қамын қашанда мәрт ойладың. Дауыл соғып тұрса да еш шайқалмасын, ортамызда жүре бер
жақсы болып осындай шайқалмасын, бәрі жақсы болсын, денің сау болсын. Анасы бар адам ешқашан қартаймайды деп, сол бақытты болыңыздар. Семьяңызға бақыт тілеймін, бас аман болсын. Анасы бар адам еш уақытта қартаймайды. Сол үшін алып қойыңыздар. Рахмет, апа, тілек қабыл болсын. Үлгендерімізден. Ал құдағи, 80 жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болып, Алла берген жасты жасай беріңіз. Немерелеріңіздің алдында Жұмахан, Жақан, той құтты болсын. Сендерге үлкен рахмет. Мына апаларыңа 80 жас той жасавасыңдар. Аманшылық болсын, жақсылық болсын, тойдан тойға ұласа берсін. Тағы да жол қайсысы, жөні қайсысы, кімден ағамыз? Рахмет, құрметті асаба. Деңізгі құлағы, Жұмахан, Газат, аманшаларыңыз жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Бәрімізге осы кісінің жасын берсін, жолын берсін. Денсаулық тілеймін осы кісілердің бәріне келгеніне. Жақсылықта тойда осы қойық. Көп жасасын. Рахмет, тілек қабыл болсын. Келіңіздер. Ал мынау Жеңіс құдағи. Жеңіс құдағи. Мен аса сөйлей бермейтін едім той деген кезде, сәбит сөйлесе болды деп. Бүгін бір сөйлегім келіп тұр. Өйткені бұл құдағи менен бізден көп құда болған ешкім жоқ бұл жерде. Мінеки 35 жылдан бері құдағиымыз біздің. Бүгін 80 жасқа толып отыр. Жасына жас қосыла берсін, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Деніңіз сау болсын, балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Тамаша, рахмет. Келіңіздер. Ал құдағи, бүгінгі жеке меншік мерекеңіз құтты болсын. Өз бір керемет күні жеңіспен жағаласып туылған екенсіз. Жақсы осындай саналы ұрпақты тәрбиелеп отқан соншама бір батыр ананың бірі сізсіз. Осы ұрпағыңыз аман болса, Құдай қаласа мың жасайсыз. Аман есен болыңыз, ауырмаңыз, күліп ойнап жүрген түріңізде қартайыңыз, әдемі күйіңізде. Ал бүгінгі мына тойға жиналған қауым, мына Жеңіскүл құдағиыма денсаулық тілеймін. Осындай балалары жан-жағында қаумалап, үлкен той жасап беріп жатыр. Бұл кісі батыр ана және бақытты ана. Мына 4 ұлының, жалғыз қызының өңкей қызықтарын көріп, қартаймай шауып жүре берсін. Жұмахан, Жақан, Әбілхан, Мека, сендерге осы мамаларыңның жолын берсін. Осындай сендердің де ертең ұрпақтарың, сендерге 80 жастарың, 100 жастарың жасап бере берсін. Ендігі 90 жасын аңсар жасасын. Ден сау болсын, той қыласын. Тамаша, рахмет. Енді Жұмекеңнің бажасы мен құдасы сөз сөйлесін деп жатыр. Той құтты болсын, келіңіздер. Құдағилар, бүгінгі мына аналарыңыздың 80 жас мерейтойы құтты болсын. Апаның 80 жасы құтты болсын. Дені сау, бас аман болсын. Бұл қыздарының қызығына тоймай, немелерінің қызығына толмай жүріп, 100 жасасын. Дені сау, бас аман болсын. Келіңіз аға. Ал құрметті құда жекжат, ағайын туысқан, қонақтар, бүгінгі той, үлкен әдемі той. Мен бажамның анасы 80-ге кеп тұр. Ол өте жақсы, 80 жылға жеткізген. Жұмақан, сағанда рахмет. Енді Алла бұйырса 90-ға жеткізіп, 90-да да осындай бір өзіміз жас болып, мен жешем қойын жалпы. Сенің шешең болса да мен жешемді ендігі 90 жас тойында кездесейік, Аллаға қаласа. Ал енді жешем тойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, мынау немере, шөбере, бала-шағаларыңыздың қызығын одан да әдемі қылып көре беріңіз, жасыңыз 100-ден ассын. Аман есен болайық. Рахмет. Тілек қол болсын. Қай кісіге?
аға? бір тілек айтса, сосын менің құдағиым бір тілек айтады, ортаға шығып айтады менің құдағиым. Нұрсұлу құдағи. Кәніге, әуес және Нұрсұлу дейді, келіңіздер. Қуаныш құтты болсын, ағамнан бастайын. Рахмет. Апа, туған күніңіз құтты болсын. Дем победеті туған. Той қыласын. Апаның қызы көре берсін. Тамаша, рахмет. Құдаңыз қысқа сөйлейді деген өте риза болдым. Келіңіз, құдағи. Апа, туған күніңіз құтты болсын. Мен сұрайды ғой, қызыңыз жалғыз ғой деп. Мен айтам, жалғыз болғанымен екі енесі бар деп. Құдайға шүкір, өйткені үлкен жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Әрқашанда жақсылыққа жүздесуге Алла бізге нәсіп етсін. Рахмет. Тамаша, рахмет. Қалғандарыңыз қосыласыздар ма? Құдашалар. Ой, тамаша. Мына кісі ма? Тамаша. Той құтты болсын, келіңіз. Иә, той құтты болсын. Ал Жұмахан құда, мынау бауырлармен біргіп, апамыздың 80 жасын тойлап беріп жатсын, құтты болсын. Апа, деніңіз сау болсын. 100 жасаңыз. Мына балдарыңызға сіздің жасыңыз, сіз 80 келгенде бұлардың балалары да той жасап берсін. Тойдың төрінде көріне берейік. Тек қана той болсын, жақсылық, қуаныш болсын. Аман болыңыздар. Рахмет. Қай кісі құдаша? Анаркүл қайсысы? Анаркүл қайсысы? Бар ма о кісі, жоқ па? Апкеміз ба? Тамаша. Мен де баған осы кісіге бергім келген, бірақ бұл кісі қол көтермеді, мен тілек айтайыншы деп. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Бәтес. Мен таныңыз ба, апа? Таныңыз ба? Енді күнде тойда жүріп қой, енді қалай танымайсыз, я? Мен бұл кісі Бәтес апке, сіздің апкеңіз ба? Мен бұл кісіні танимын ғой. Бір емес, бірнеше тойдан көрдім. Бұл кісінің маған бойындағы бір ұнайтын жақсы асыл қасиеті бар. Білесіздер ме қандай? Өте аз сөйлейді. Ал жеңіс құдағи, мына 70 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Анам тірі болғанда сіздің де жасыңызға келетін алатын еді, ғой сізге келетін еді енді. Бақытты болыңыз, аңсаған арманыңыз жетіңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, алдымызда күліп ойнап жүре бер. Жұмахан жаным, бақытты бол жаным. Аңсаған арманыңыз жет, анаңызды 100-ге келтір енді. 100-ге жасаған туған тойын жасайық, осы неде. Үлкен неде жасайық енді. Бақытты болыңыз. Бала шағаның қызығына тоймай жүре беріңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Официанттар, қолдарын бос қой, шапалақ ұрыңдаршы. Рахмет. Рахмет. Бәтес апке, тілегіңізге, ниетіңізге рахмет. Сіз апамды елден бөлек жасартып жібердіңіз ғой. 70 жасы құтты болсын деп. Бүгін 80 жас емессіз ба? Дегенмен 70 жасқа ұқсайды негізі. Әвел жап жас, әдемі, аман болыңыз. Ұқсайды. Сый-сияпатыңыз табыстап қойыңыз. Қалғандарымыз бір ауыздан қосыламыз. Той енді ғана басталды. Біз әлі осындамыз. Енді мына сыйлықтарыңызды табыстамастан бұрын жәкеңді алып, бүгінгі Жеңіскүл апамызды орталарыңызға алып, ресселке суретке түсіп қойсаңыздар. Сурет деген осы тойымыздың бір ажырамас үрдісі, керемет бір дәстүріне айналды ғой. Анамыз ортаға алайық. Апа, ортаға жүріңіз. Суретке түсейік. Апа, жүріңіз, суретке түсеміз. Келіңіздер, кетпейміз, апа. Ана апам шақырайық. Апа, кеңіз. Шақыр апан. Суретке түсеміз, апа, жүріңіз. Кәнеге бәріміз назарымыз ортаға бұрайық. Доча, сынок. Жамбылдың жырын айтып айқайлаймыз. Сіздерді бір билетпей қайтармаймыз. Бисмилlah деп бүгінгі кешіміздің ең алғашқы би алаңын ашып беріңіздер. Ортада olsun құдалар қауымы. Келіңіздер. Байлық сенің жан-жараңды емдей ме? Жар болуды қаламайсың меңдейге. Сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайым келмей ме? Істейдім мен байдың қызы байғанна, мен жердемін сен деп көңіл айрама. Қарапайым отбасында ер жеткен шаруаның бала
бар адамдай жүрмін әлі көңіліңді таба алмай болмасам да сен іздеген бай адам болғаным жетпейді ме саған бай іздейді ме байдың қызды бай ғана мен жердемін сен де көңіл айдама қарапайым отбасында ер жеткен шаруаның баласынан жай ғана арманға айдан биік айдана бақытыңды байлық үшін байлама мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен ал сенің ше қалағаның қай қала кеше тойда жүр едім қаным қызына бір сұлу қыз билеп өтті тағы сызыла арасынан қыздардың ғашық боп қалдым сірелендім сүйкімді ару қызына жүзім алма қыз жүзім алма қыз маған ғашық жүректі үзіп алма қыз жүзім алма қыз күй баласын күте берсін Қызылордаңыз жүзім алма қыз жүзім алма қыз маған ғашық жүректі үзіп алмаңыз жүзім алма қыз күй баласын күте берсін Қызылордаңыз сырға салып әкеңнен бата алсам деймін анаңызға анаммен тақалсам деймін орамалдың қызылдың тағамын десең Қызылордаға күй бала аттасам деймін орамалдың қызылын тағамын десең Қызылордаға күй бала аттасам деймін жүзім алма қыз маған ғашық жүректі үзіп алмаңыз жүзім алма қыз күй баласын күте берсін Қызылордаңыз жүзім алма қыз
Ортан жайғысайық төлетейік. Ал енді қадірлі көпшілік, тойымыздың түндігін ашып, бименен шашқан ортамызда кезекті өнермен келіп жатқан қыздарымызды қарсы алыңыздар. Сахнада би ансамблі Алишер қыздары тамсаныңыздар. Той құтты болсын. Ал енді, құрметті көпшілік, біз кешімізді жалғастырайық. Мен сіздердің қошемет құрметтеріңізбен дәл осы сахна төріне Ләззат ханымды шақырайын. Ләззат ханымның өзінің бір ізеті ілтипаты бар екен. Атап шақырайық, келіңіз. Ал армысыздар, тойға жиналған көпшілік қауым. Енді мен мамамның тойы болғаннан кейін, өңшең өзінің құдаларына өзімін дайындаған приздерім бар еді, соны атап айтайын, шығыңыздар. Бір ауыз бір өлең айтасыздар. Бұрынғының несімен той бастар. Той бастар деймін, не деп айтады енді? Ауылдың алтауыз дұрыс айтты. Енді мен қазір айтамын. Раушан құдағи. Тұрсынкүл құдаша. Күпән әпке.
Фатима Құдаша, Индираның әкпесі. Фатима Құдаша. Фатес Құдаша. Мамамның құдалары бұл. Анаркүл Құдаша. Тамаша, есімдерін естіркен құрметті құдағиларымыз бен құдашаларымыз мына сахна төріне тілек алаңына келіңіздер. Жалпы тойбастар деген сөздің өзі тойдың соңына берілетін дүние емес. Тойбастар деген сөзге мағына беретін болсақ, той бастар кісіге сыйымызды дайын деген сөз. Сондықтан да келіңіздер, мына тойымызды бастайық тамаша әнменен. Бір сені ойлап азатын болдым, сен туралы ән жазатын болдым. Бір сені ойлап азатын болдым, сен туралы ән жазатын болдым. Тоқта қарындас, жүрегіңді бас, тоқта қарындас, жүрегіңді бас, бір сыр айтпасам. Ал, қош келдіңіздер, құрметті аналар, құрметті апаларымыз, құрметті қыздар қауымы. Той құтты болсын, енді апамыздан бастайын, я? Рұқсат болса. Жалпы ауылдың алтауысынан ән салайық. Енді басынан аяғынан айтудың қажеті жоқ. Бір куплет, бір қайырма, әрқайсыларыңыз өздеріңіздің репертуарларыңыздағы ең сүйікті әндеріңізді орындасаңыздар жеткілікті. Келістік қой. Ал ағайын назарымызды ортаға бұрып, қазақтың кереметі осыны бір дәстүріне де сіздер куә болсаңыздар. Той құтты болсын, апа. Айман әпке шығыңыз сізде. Топтың артынан бір адам өлең айтайын енді. Қолға салды мән айт деп, мақұл құрбым уғай-ай, ән салмасам бұл тойға, неге келдім уғай-ай. Уғай әніміз, бала-шаға сәніміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Айналайын адамадар, барлығыңның анаң бар. Ұмытып қалдым аршағын енді. Айдар-ай, 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 уғай әніміз, бала-шаға сәніміз, бала-шаға болмаса, неғып жүрміз бәріміз. Тамаша, қол соқ қойыңыздар, құрметімізді көрсетейік. Қалғанымыз қосыламыз ба? Ой, тамаша, сіздер тек қана анау подпевкада күштегенсіздер, мықты. Келіңіздер, өздеріңіз енді бір ән болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Айтайын, айт дегенде әри-айдай, айтқанда әри-айдай көңілге жай, өлеңдай, мұнда айтпаған қайда айтайық, Құданың мұна тұрған кең залындай, ей, саған қалқымай, беу әнімді айтыбай, жүрмін шалықыбай, ей, саған қалқымай, беу әнімді айтыбай, жүрмін шалқыбай. Ай, тамаша, мінеге дәл осыны әдемі сыйық әдеміз өзіңізге. Апа, келіңіз. Сіздің маған бір күшті әніңіз бар, оны айтсы ол. Үнем айтасыз ғой? Есіме түспей тұрғаны, келіңіз. Көгімдеймен енді шайоу, көгімдеймен көкті орғаны дарыным оу, сөгімдеймен дедім ай. Жиендерім той жасап, құрдасыма тойың тойға ұласын оу, бүгін деймін дедім ай. Алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Өтіп жалған бара жатыр, сізден бізге білінбей ай.
менің бір айтатын бір мынау өлең айтып отқан адам кім десе мынау Жеңіскүлдің бір елде туып бір төсекте жатып бір класста бір партада отқан құрдасымын мен. Екеуміз бір елдің қызымыз. Міне бүгінгі күні жолдас болып отырмын. Тамаша, рахмет. Мінеге Жеңіскүл апамыздың сыныптасы, қатары құрдасына бір қол соқ қойыңыздар ағайын, құрметтеріңізді көрсетіңіздер. Сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Сіздің де енді 80 жылдыңыз ғой, дұрыс қой, Тамаша, аман болыңыз. Енді қалғандарымыз осы кісілерге қосыламыз ба, бір ауыздан? Қосыламыз. Қосылып, сыйлық алып жатсыздар. Не деген керемет деймін да. Не деген әдемі дүние. Құтты болсын, өздеріңізге бұйырсын. Енді Ләззат ханым бағана айтты ғой, осы анамыздың қуанышы болғаннан кейін анамыздың құдаларына, құдағиларына дайындаған сыйымыз деп. Осы сыйлық өздеріңізге бұйырсын. Енді бір естелікке суретке түсе қойсақ, рұқсат болса, Жеңіскүл апа, ортаға бір сәтке келсеңіз. Мен Жеңіскүл бауырыма күміс білезігім бар. Ай, тамаша, міне құрдасына деген кереметті күміс білезігі білегіне ұсынып қойыңыз. Ай, тамаша, құтты болсын, аман болыңыздар. Енді суретке түсейік. Ләззат ханым, сіз де жақын келіңіз. Жұмаханаға жақын тұрып алыңыздар. Мейрамбек аға. Назар ортаға бұрайық. Қараңыздар, тамашалайық. Қойча? Мың алғыс, аман болыңыздар. Той көріңіздер, жақсылыққа жетіңіздер. Тойымыздың төрінен орын алыңыздар, жайғасып қойыңыздар. Сыйлықтарын апарып көмектесіп жүрейік. Жігіттер қауымы. Сыйлығын апарып көмектесіп жүрейік апаларымызға.